Қадірлі ұстаздар, сіздерді кәсіби мерекелеріңіз мұғалімдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Ұстаз деген киелі ұғым, барлығымыз ұстаздарға қарыздармыз. Сіздердің істеп жатқан еңбектеріңіз ұлан ғайыр. Ұстаз болу әрине де оңай емес. Сондықтан министрлік бүгін осы мұғалімдерімізге тиісті жағдай жасау үшін, жалақысын көтеру үшін, қағазбастылықтан айыру үшін, жалпы ұстаз болу, жақсы мәртебе болу үшін үлкен жұмыс жасайтын болады. Осы мәселе бойынша мемлекет басшысында да тапсырмасы бар. Осы мерекемен сіздерді құттықтай отырып, сіздерге отбасыларыңызға амандық, мықты денсаулық, тек қана жақсылық тілеймін. Шығармашылық табыс тілеймін. Еліміз аман болсын. Осылай білім саласы гүлденіп, әрқашанда биіктен көріне берейік. Дорогие учителя, с большим удовольствием поздравляю вас с профессиональным праздником, Днем Учителя. Профессия учителя является очень сложной, но в то же время очень интересной и очень важной для развития нашей страны, для будущего нашей страны. Государством сегодня создаются условия, принимаются меры для создания благоприятных условий для наших педагогов. Такие поручения и такие задачи перед нами ставит глава государства. И сегодня Министерством образования и науки предпринимаются дополнительные меры для увеличения заработных плат, меры по снижению отчетности, в целом для того, чтобы создать достойные условия для работы наших коллег. И хочу вас еще раз поздравить с этим замечательным праздником, пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, успехов, благодарных учеников и больших творческих достижений.